Екі қой ертегісі. Екі қой бірігіп жолдас болыпты. Далаға барып, даладан бір қасқырдың басын тауып алыпты. Сонан соң үйлеріне қайтып келе жатып, жолда бір үйге кез болып қалыпты. Ішіне кіріп келсе, үйдің іші толған қасқыр екен. Сол қасқырлар өздері аш болған соң, келген қойларға мейлінше қуанып, қай жерге отырғызарын білмейді. Бұларды көріп, қойлар істің жаман болғанын байқап, әлгі қойдың біреуі екіншісіне айтады: «Менің қарным ашты, кешегі сойған қасқырдың басын алып келші» дейді. Сонда біреуі басты алып келіп тұрып: «Сен бұл басты жеп қоясың, ал мен нені жеймін?» дегенде екіншісі: «Аз ба саған мұндағы толып тұрған қасқырлар? Таңдап, семізірегін соямыз да екеуміз жерміз. Маған жалғыз бұл бастың өзі де аз болады» дейді. Қасқырлар сонда мұны ести сала қатты қорқып кетіп, сасқандарынан үйден бірінің артынан бірі шығып кетіп қалады да аталмыш үйге екі қой ие болып қалған екен дейді.